Қайырлы кеш қыздар, қалдарыңыз қалай? Сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Бүгін сіздермен ұйғыр халқының мантысын дайындап көретін боламыз. Жасалуы да, түйілуі де аса қатты қиын емес, тез үйреніп кетесіздер деген ойдамын. Міндетті түрде осы рецепті пайдаланып жасап көріңіздер. Ендеше бастайық. Ең алдымен салқын суымызға 1 шай қасық тұзымызды, 1 дана жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Қамыр илеуге ыңғайлы үлкендеу ыдысымызға құямыз, үстінен ұнымызды салып, жақсылап ең қандырып қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз тым қатты емес, тым жұмсақ емес, орташа қаттылықта шығатын болады. Міндетті түрде иін жақсылап қандырыңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай, осындай әп-әдемі қамыр шығатын болады. Енді қамырымызды дөңгелетіп, ыдысымызға салып, бетін жауып, салмасын дайындап алғанымызша тындырып алатын боламыз. Ұсақтап туралған немесе измельчителден өткізілген осындай пиязымыздың үстінен дәмдеуіштерімізді салатын боламыз. Өздеріңіз қалаған дәмдеуішті пайдалансаңыздар болады. Енді жақсылап араластырып пияздың согын шығарамыз. Пиязымыздың согы шыққаннан кейін үстінен тартылған етімізді салатын боламыз. Менде 450 граммдай тартылған ет, және де жылқының қарны менде жас мал болғандықтан бір қайнатып осылай өткізіп алған болатынмын. Егер де сіздерде кішкене кәрілеу мал болатын болса, қарыннан дәл осылай манты жасайтын болсаңыздар, 1 сағаттай жақсылап қайнатып алғандарыңыз дұрыс. Егер қарын болмаған жағдайда, оның орнына кәдімгі қойдың құйрық майын қоссаңыздар да болады. Енді жақсылап барлығын толықтай араластырып, салмамызды дайындап алатын боламыз. Енді таңған қамырымызды алып, дәл осы қалпында 4 бөлікке бөліп алатын боламыз. Дәл видеодағыдай бөліп алыңыздар. Неге қараңыздар, қамыр қандай әдемі болып шыққан. Енді аздап ұн сеуіп, бөліп алған қамырларымызды кішкене дөңгелетеміз. Созып қажет емес, кішкене дөңгелетсеңіздер болғаны. Енді барлығын бірдей етіп, кішкене бөліктерге бөліп алатын боламыз. Әр бөлігімізді ұн сеуіп отырып, жұқалап жайып аламыз. Мейлінше жұқа жаюға тырысыңыздар, бірақ өте жұқа болып кетпесін. Қамырларымызды жайып алғаннан кейін осындай әп-әдемі болып шығатын ұйғыр мантыларын түйуге кірісеміз. Мен алғаш рет жасап тұрмын қыздар, соның өзінде менде результат осындай болып шықты. Сіздер еш қорықпай жасай беріңіздер. Түйуі аса қатты қиын емес. Қазір сіздерге толықтай көрсететін боламын. Қамырымызды алып, ішіне салмасын молынан салатын боламыз. Кейіннен шетінен бастап бірінші біріктіріп аламыз. Одан кейін екі шетінен өрген сияқты қамырды жиып әкеліп, ортаға жапсырамыз. Дәл видеодағыдай етіп жасап көріңіздер. Қиын болып көрінуі мүмкін, бірақ бірнешеуін түйгеннен кейін қолдарыңыз үйреніп кетеді. Неге әп-әдемі манты дайын болды. Мантаваркамыздың листін алып майлап алатын боламыз. Менде осындай майға арналған дозатор бар. Сонымен барлық жеріне тигізіп шашып шығатын боламын. Кейіннен мантыларымыздың арасын кішкене алшақтау етіп орналастырып шығатын боламыз. Бізде мантылар піскеннен кейін кішкене ісінетін болады. Сондықтан араларын кішкене алшақтау етіп орналастырыңыздар. Менде мантаварканың листі үлкен болғандықтан араларын үлкен-үлкен етіп алшақтау орналастырдым. Сіздер бұдан жиірек етіп орналастырсаңыздар да болады. Қамырлар бір-біріне шабыспай әдемі болып пісіп шығатын болады. Листтерімізді қайнап тұрған суымыздың үстіне қоямыз да
үстінен аздап май шашып шығатын боламыз. Егер де сіздерде менікіндей дозатор болмаса, сұйық майға аздап су қосып, үстінен шашып шықсаңыздар болады. Қақпағын жабамыз да 45-50 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. 50 минуттан кейін көріп тұрғандарыңыздай осындай әп-әдемі ұйғыр мантылары пісіп шығатын болады. Қыздар, тағы да айта кететін жайт, ішіндегі салмасын өз қалауларыңыз бойынша өзгертсеңіздер болады. Асқабақпен немесе жусаймен, болмаса тартылған етке картоп қосып жасасаңыздар да болады. Әрине, ол өз еріктеріңізде. Үстінен өздеріңіз қалаған тұздықты салып, дастарханға тарта берсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Қыздар, мен рецептке түсіру барысында бұл мантыны алғаш рет жасап тұрмын. Менде бір жасағандан өздеріңіз көріп тұрғандай осындай әп-әдемі болып шықты. Сіздерге де дәл осы рецепті пайдаланып жасап көруге кеңес беремін. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Қазір сіздермен бірге арасын кесіп көрейік. Мен ыстық болғандықтан пышақпен кесіп жатырмын. Неге қыздар, көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып шығады. Қамыры да тым қалың болмайды. Дәл кафеде, ресторанда тапсырыс беретін мантыларымыз сияқты өте әдемі болып шығады. Ас болсын, жасап көріңіздер.